Сәлем құрметті оқушылар, бүгінгі биология сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызда сіздермен біз белгілердің тұқым қуалаудағы ДНК-ның рөлі тақырыбымен танысамыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Жалпы біз білеміз, тұқым қуалаушылық және өзгергіштік деген ұғымдардың бар екенін. Яғни тұқым қуалаушылық дегеніміз не? Тұқым қуалаушылық дегеніміз ұрпақтан ұрпаққа ата бабасынан берілген қасиеттер. Ал өзгергіштік дегеніміз ол өзінің ата тегінен қандай да бір белгілері арқылы ерекшелену қасиеті болып табылады. Бұл екі термин да биологиядағы маңызды терминдер болып есептеледі, және де бұл барлық бір жасушалы организмдер, яғни қарапайымдылардан бастап жоғары сатыдағы жануарларға, жоғары сатыдағы организмдердің барлығында кездесетін процестер болып табылады. Енді осы тұқым қуалаушылықтың негізгі заты ДНК-ға тоқталсақ, яғни ДНК немесе дезоксирибоза нуклеин қышқылы. Алғаш рет ДНК-ны 1953 жылы Уотсон, Крик және де Уилкинс деген ғалымдар осы дезоксирибоза нуклеин қышқылының молекуласының құрылысын ашқан болатын. Және де осы жаңалықтары үшін 1962 жылы бұл ғалымдар Нобель сыйлығын иеленді. Жалпы ДНК ол өте күрделі химиялық зат, яғни оның химиялық құрамы, қасиеті барлығы да күрделі болып келеді. ДНК-ға қатысты бірнеше қағидалар бар. Сол қағидаларға тоқталсақ, және де бұл кестені сіздер дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады. Негізгі 8 қағидасына тоқталайық. ДНК ол кез келген тірі жасуша құрамында міндетті түрде болады. ДНК вирустарда да бар, яғни жасушадан тыс организмдерде де кездеседі. ДНК-да ағзаның бүкіл тұқым қуалау ақпараты жазылған. Ағзалар неғұрлым жақын туыс болса, олардың ДНК молекуласының құрылымы да соғұрлым ұқсас болып келеді. ДНК тұқым қуалау ақпаратын сақтап қана қоймайды, сол сақталған ақпаратты көбейген кезде келесі ұрпаққа беріп отырады. ДНК өздігінен екі еселенеді, яғни өзіндегі ақпаратты көшіре алады. ДНК молекуласы өзгеру мүмкін, және де ондай өзгергіштікті біз мутациялық өзгергіштік деп атаймыз. ДНК химиялық зат, олар тұқым қуалауға жауап беретін құрылымдар, хромосомаларда тұрады. Енді осы ДНК, яғни дезоксирибоза нуклеин қышқылының құрылымына тоқталайық. ДНК-ның негізгі құрылымдық бөлігі ол 3 бөліктен құралған нуклеотид болып табылады. Бірінші құрылымдық бөлігі ол дезоксирибоза, яғни суретте көрсетілген дезоксирибоза. Екіншісі ол бізде азотты негіздерден құралған, яғни азотты негіздерді біз пуриндік негіздер және де пириминдік негіздер деп екі топқа бөліп қарастырамыз. Пуриндік негіздерге біз аденинді және де гуанинді жатқызамыз, ал пириминдік негіздерге тимин мен цитозин жататын болып табылады. Және де үшіншісі ол фосфор қышқылының қалдығынан құралған. Мінекей осы үш құрылымдық бірлік ДНК-ның негізгі құрылымын құрайтын болып табылады. Келесі ол хромосомалар. Яғни хромосомалар бізде ДНК-дан тұрады. Жалпы хромосомалар кез келген өсімдікте болсын, жануарда болсын, адамда болсын, жасушаларында хромосомалардың нақты тұрақты саны болады. Мысалы алып қарасақ, шимпанзеде 48 хромосома, адамда 46, сазан балығында 104, жылқыда 66 болады, дрозофила шыбығында 8, жүгеріде 20, және де бұршақта 14 хромосома болады екен. Және де хромосомалар бізде негізінен жарты бөлігі ол анамыздан, жарты бөлігі әкемізден беріледі. Сөйтіп ол 23 хромосоманы құрайтын болып табылады. Бұл суретте бізде ДНК-ның хромосомаға орналасу тәртібі көрсетілген. Яғни біз айттық, хромосома ДНК-дан ДНК генінен тұрады. Яғни бұл жерде хромосома тек ДНК-дан ғана емес, нәруізден де тұратынын көруге болады. Яғни бізде шар тәрізді нәруіздер болады, және де сол нәруіздердің сыртына ДНК-ның жіпшелері оралады. Олар оралғаннан кейін бізде топша құрайды. Сол топшалар кейіннен бірігеді де бізде хромосоманы құрайтын болып табылады. Яғни сол топшаларды біз хроматиндер деп атаймыз, және де хроматиннен бізде хромосомалар түзілетін болып табылады. Келесі бұл ген термині. Яғни ген бізде ДНК-ның құрамында кездесетін негізгі бөлігі болып табылады. Алғаш рет ген терминін 1909 жылы Даниялық ғалым Йоганссон енгізген болатын.
яғни генде 1000-1500 нуклеотидтен құралатын болып табылады. Яғни ген дегеніміз не деген сұраққа жауап берсек, тағы да толығымен ген ол ДНК молекуласындағы нәрөз молекуласы туралы ақпаратты сақтайтын, таситын ДНК-ның бір бөлігі болып табылады. Яғни гендер организмдердің белгілері мен ерекшелік қасиеттерінің қалыптасуына тікелей қатысады. Сонымен қатар ген ақуыз синтезін, яғни организміміздегі нәрөз синтезін бақылай отырып, организмнің белгілерін анықтауға қатысады. Ол қандай белгілер десек, мысалы шаштың түсін, қанның тобын анықтау жатқызылады. Және де гендердің хромосомада орналасқан жерін біз локус деп атаймыз. Суретте көрсетілген сызықтар бізде локус деген деп аталынады. Яғни бұл гендердің хромосомада орналасқан орны. Жалпы бүгінгі сабағымыз осы. Біз сіздермен бүгінгі сабақта ДНК, яғни дезоксирибоза-нуклеин қышқылы, хромосома және де генмен таныстық. Сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де сабақ түсінікті болып ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.